Всем привет, меня зовут Хуанеш, мне 14 лет. Я приехал из Павлодарской области. Я участвовал в Тогус-Кумаляк. Игра прошла нормально, мне понравилось. Я занял 3-е место. 2 раунда было сложно, да. Я желаю всем им удачи, что кто-то 1-е место занял. Идрисова Айгерім Ерсіновна, Павлодар облысы, Екібастұз қаласынан келіп тұрмын. Бірінші рет келіп тұрмыз Астана қаласына. Жұлдызай керемет өтіп жатыр. Жұлдызайға біз 1 жылдай дайындалдық. Балаларға өте қиын болады таныстырған кезде. Тоғызқұмалақты қалай үйрету керек, қалай түсіндіру керек, ойынды ережесін қалай ұғу керек бала. Соны үйрету үшін өте қиын болды. Себебі біз осы Жұлдызайға бәр күшімізбен ой қабілетімізді дамытып, денеміздеп келдік. Екібастұздан осы оқушым Аужанов Архат 1-ші орынға ие болдық. Жұлдызайдың организаторы, төрешілер, судьяға бәріне көптен көп рахмет айтамын. Ол кісілерге жақсы денсаулықтары мықты болсын, әділ қазылар әділ баға берілді. Көптен көп рахмет айтамын. Всем привет! Меня зовут Архат Аужанов. Мне 13 лет. Я приехал из Павлодарской области. Я участвовал в игре Тогус-Кумаляк. Я вообще не готовился, я был в себе уверен. И поэтому игра прошла хорошо. Всем спасибо, всем пока.